учаскелер боюнча колдонулат автоматикалык АК-74 және АК-47 автоматтар болуп саналат. Олардын октардын калибри 5,45 мм болот. Осы автомат және пулеметтин октардын калибри экөөбү бири-бирине окшош және бирдей болуп келет. Оқ-жатарлар және май сабыттар баскадай керек куралдар болот. Және тағы да бір айтып өтерлерде автомат пен пулеметтің оқ-жатарларын бір-біріне алмастырып сала беруге болады. Дұрыс. Яғни автоматта қанша оқ-жатар болуы мүмкін? 30, ал пулеметта 40. Шақсының бір учаскенің немесе бір орында өзінің атқаратын міндеттерін қосып тұрады. Келесі. Саптық дайындық дегеніміз саптық дайындық яғни осы әскерлердің бір сызық бойында тұруы керек десемен өзінің командирдің айтқаны бойынша әбсәтте әркім өзінің орнын білуі тиіс. Сол саптық дайындық деп айтамыз. Соның деген әртүрлі түрлері болады. Ик қаталық, үш қаталық, яғни артақтарында тұру, немесе қаптауында тұру. Соны саптық дайындық деп атаймыз. Тәртіпті жауынгер деп кімді айтады. Тәртіпті жауынгер деп болса әскерлердің бірі яғни өзіне айтқан бұлжытпай, өзіне командирдің айтқан сөздерін бұлжытпай орындап, ешқандай кезде өтірік алдырмай жүретін соны әскери адамды тәртіпті жауынгер деп атаймыз. Оңғы құрамында орналасқан бөлшектері мен бөліктерін, бөлшектері мен механизмдерін ластанудан сақтап тұрады. Көздегіш құрылғы ол бізде осы автоматты бөлшектермен жинақтау, яғни автоматтың негізгі бөлшектермен жинақтауда бұлар бірінші қалай бөлшектейміз? Ең бірінші оқ-жатарды алып тастаймыз. Оқ-жатарды алып тастағаннан кейін ауыстырғышты төмен түсіріп бағанағы айтқан автоматты және жекелей ату дайындығындағы қойып, одан кейін газ қоршын бетпе жақтауын артқа қарай тартып, оқтың іште бар ма жоқ па екеніне көз жеткізіп, одан кейін шүртпені басамыз. Одан кейін мына жерде қайтарып бастамас бұрын мына автомат калашниковтың тарихына көз жүгірте кетейік. Алдарыңызда тұрған мына Михаил Тимофеевич Калашников, яғни әйгілі осы Калашников автоматы пулеметі мылтықтарының құрастырушы конструктор болып табылады. 1919 жылы, яғни Ресей облысы Курля елді мекенінде дүниеге келген. Лениндік және социалистік еңбек ері болып келеді. 19 жасынан Михаил 1938 жылдан бастап өзі соғысқа қатысқан. Соғыста жүріп танкілік полктардың командирі болып, яғни сол кезде жарақат алады. Ол жарақат алғаннан кейін Матай деген станцияға барып әскери госпитальда жатады. Яғни сол госпитальда жатқан кезінде бұның жолдастары өзіне сызу үйрену құрал-жабдықтарын алып беріп, солардың көмегімен өзінің әйгілі пистолет пулемет тапаншасын сызбасын дүниеге алып келеді. Одан кейін, яғни 1947 жылы, яғни Калашников автоматын жасалуы қару-жарақ саласында үлкен оқиға алып келеді. Бұл қару бүгінге дейін 60-70 миллион дана бар деп айтылады. Кей жылдары, яғни 100 миллион деп те асып керек. 1945 жылы, яғни жеңістен кейін де әлі де 60-тан аса соғыстар болған.
олардың 40-ында осы автомат Калашников болған деп айтылады. Одан кейін 1941 жылдың маусым айында, яғни Жуков оның соңғы шығарылып отырған мына сызбаларын көргеннен кейін, оны алып Ленинградқа жіберіп, әйгілі осы Калашников автоматын құрастыруға жібереді. Оған көмектескендер Кравченко, Мелашев, Суаев, Медведь секілді азаматтар, яғни тұңғыш АК мылтығын жасауға көмектеседі екен. Мына жерде кейбір автоматтар түрлері АКМ, АКМС, АК-74 калибрді, яғни калибрлері 5-45 бағана өздерін айтып кеткен, 5-100-ден 45 мм болады. Мына жерде қарап отырсыздар, автомат Калашниковтың яғни түрлері АКС-74 удлиненный, АК-74М біздің бәз көрсетіп үйретіп атқан моделіміз АК-74, РПК-74 яғни қол пулеметі. Мына жерде суреті бар, қол пулеметі. Бағана өздеріңіз айтып отырсыздар, қол пулеметі мен автомат Калашниковтың екеуінің калибрді 5-45. Екеуінің магазин ауыстырғанмен да бірдей жұмыс жасай береді. Яғни екеуінде де 5-45 калибрді. Мына жерде ППМ пулеметі көріп тұр, АК-101, астында гранатомет өндірген. Одан кейін АК-105, НСУ деп айтып тұр, дүңгілі көздеуіш, яғни елері бекітілген қарап отырсыздар. АКМ 102 АК. Көріп отырсаңыздар, тежеуіш компенсатор. АК-47 әлемдік елтаңбамен, яғни оларда көптеген елдерде белгіленеді. Атап кететін болса, Мозамбия мемлекеті, Африкада Мозамбия мемлекеті бар. Яғни соның туында АК-74, яғни АК-47 міне бейнеленіп тұр. Одан кейін Мозамбик мемлекетінің елтаңбасында да жаңа әйгілі АК-47-ні көріп тұрсыздар. Зимбабве мемлекетінің елтаңбасы бұнда да әйгілі АК-47-нің бейнесі бейнеленіп тұр екен. Так, біз теорияның енді практика жүзіне көшейік. Ең бірінші автоматты толық емес бөлшектеп шашу үшін автоматты сол қолға ұстаймыз. Одан кейін ең бірінші автоматты толық емес бөлшектеп шашу үшін оғжатарды алып тастайды екенбіз. Ең бірінші оғжатарды алу үшін оң қолдың бас бармағымен кетігіне баса отырып оғжатарды одан бөліктеп аламыз. Одан кейін ауыстырғышты төмен түсіріп, яғни жекелей автоматтық ату жүйеге қоямыз да газ қошын бекітпесін артқа тарта отырып, оқтың ішінде бар ма жоқ па екендігіне көз жеткізіп жібереміз. Одан шүртпені басып, одан кейін оңғыдан сұқ саусақты сала отырып жабдықтар пеналын бөліп аламыз. Келесі сүмбіні қарауылдың басынан шығарып аламыз. Оңғы тежеуіш компенсаторын сағат тіліне кері қарай ажыратамыз. Одан кейін автоматты ыңғайына келтіріп сол қолмен ұстап, оң қолдың бас бармағымен қайтармалы механизмнің тетігін баса отырып, оңғы қорабының тақпақшасын бөліктеп аламыз. Қайтармалы механизмді алу үшін оң қолдың сұқ саусақты астына сала отырып, бас бармақпен итере отырып, жоғары қарай қайтармалы механизмді аламыз. Одан кейін газ қошынды бекітпе жақтауын алу үшін артқа қарай тартып, жоғары көтеріп аламыз. Бекітпе жақтау, газ қошынды бекітпе жақтауынан бекітпені бөліктеп алу. Жалаушаны көтеріп, газ түтікшесін немесе газ камерасын бөліктеп аламыз. Толық емес автомат, яғни 74-ті шашу міне осылай болады. Кері қарай жинау үшін оңғы қолымызға ұстап, сол қолымызға ең бірінші газ түтікшесін орналастырамыз орнына, жалаушаның орнына қоямыз. Одан кейін бекітпені
газ поршынды бекітпе жақтауына қосып, фигуралы ойықтарын келтіріп, оң қолмен өзінің тесігіне салып алдыға саламыз. Бұдан кейін қайтармалы механизмді газ поршынды бекітпе жақтауының тетігіне салып, өзінің еңгерігіне келтіреміз. Қақпақты ұңғыға орналастырамыз. Сүтпен басып, ауыстырғышты орнына сақтандырғышқа қоямыз. Бұдан кейін ұңғы тежегіш компенсаторын сағат тіліне қарсы бұраймыз. Құлыпқа қоямыз. Сүмбіні қарауылдан бастап орнына орналастырамыз. Жабдықтар пеналды саусақпен орналастырамыз. Ең соңғы оқжаттарды орналастырамыз. Автомат, яғни ол дайын. Бұдан кейін автоматтың негізі қоюы, яғни осылай газ поршынды бекітпе жақтауының жерге қарап тұрады, яғни бұлай автоматты қоюға болмайды. Дұрысы, міне автомат осылай қойылады. Одан кейін айта кететін жағдай, қару қатені кешірмейді, қалжыңды көтермейді. Сол себепті автоматты қаруды суық қарумен пайдаланған кезде ең бірінші әуелі қауіпсіздік ережелерін сақтау абзал.